Сәлем құрметті жан, Перизат Султан каналына қош келдің. Джозеф Мерфи «Сіз бай бола аласыз» кітабынан. 4-ші тарау. Құдаймен серіктестік деп аталады. Жақында мен Грецияның танымал аралдарын аралап жүргенде көптеген туристермен кездестім. Олар Австралия, Родезия, Оңтүстік Африка Республикасынан келген. Мен таң қалдырған бір нәрсе, бизнес адамдары сананың заңдарын өте жақсы біледі екен. Олардың көзқарасы бір екен. Біз Құдайды серіктес деп санаймыз. Біздің жұмысымызға басшылық етуін өтінеміз. Шексіз интеллект біздің жұмысымызға керек адамдарды тауып, тауарды өндіруге, сатуға, тамаша жоспарларды жасауға көмектесуін өтінеміз. Өзіміздің табыстарымыз сол жоғарғы күштің арқасында болғанын білеміз. Бұл адамдардың арасында құрылысшылар, архитекторлар, инженерлер, бизнесмендер, ірі кәсіпорындардың бастықтары болды. Өздерінің өмірінде олар Құдайды басшы, кеңесші, консультант ретінде пайдаланды. Соның арқасында керемет табыстарға ие болды. Көптеген адамдар Құдайды ерекше жағдайларда ғана есіне алады. Мерекелерде, тойларда, жақындар қайтыс болғанда. Құдай – ол даналық. Біздің жаратқан күш, біздің жүрегімізді соқтыратын, басымыздағы шашымызды өсіретін, біздің барлық мүшелерімізді басқаратын, тіпті біз ұйықтап жатқан кезде. Құдай – ол шексіз сана мен интеллект. Біздің ішіміздегі шынында сіз ол күшті әрқашан пайдаланасыз. Мысалы, сіз қолыңызды көтергенде, оны істеуге сіздің бойыңыздағы жаратқанның күші көмектеседі. Сіз бір проблеманы шешкенде, жаратқанның интеллекті сізге жауап береді. Алла тағаламен серіктестік қарым-қатынаста болсаңыз, сіздің өміріңізде қаржылық табыс орнайды. Бөлісуге болатын байлық. Афинаның қасындағы Мони аралында болғанымда, бір жазушымен ұзақ әңгімелестім. Ол оңтүстік Африканың Йоханнесбург қаласынан екен. Ол бірнеше қызықты нәрселер айтты. Бұрын оның мақалаларын ылғи қайтарып жібереді екен. Ал бірінші кітабына оқылмады, қызықты емес деген шетіне белгі қойған. Соның бәріне түңіліп жүргенде, ол сананың заңдары туралы кітап оқыды. Содан бастап оның ойлау процесі өзгерді. Ол өзінің қиялының күшін конструктивті пайдалана бастады. Әуелі ол романының кейіпкерлерін, нақты оқиғаларды, сюжетті ойланатын. Содан кейін таңертең және кешке жарты сағаттай былай деп айтамын. Бұл романды менің қатысуыммен Құдайдың даналығы жазып жатыр. Мен жазған роман адамзаттың игілігіне қажет. Мен таңертең оянып, ішімдегі дайын болған жерлерін тез-тез жазып аламын. Менің санамның астыңғы қабаты мәтінді маған айтып отырады. Осыдан бастап менің барлық жұмыстарым қабылданатын болды. Ол ішіндегі байлыққа толы асыл қазынаны тапты. Соның көмегімен адамның жанын тәрбиеледі және ізгілендірді. Оның ақыл-ойы Құдайдың ақыл-ойының бір бөлігі екенін ол түсінді. Соны дұрыс пайдаланып, санасының түбінен жауап алды. Бұл жазушы өзінің қаржылық табысының терең сенімнен пайда болғанын біледі. Егер де кімде-кім ақылдылығы жетіспесе, ол Құдайдан сұрайды, сонда оған беріледі. Өзіңе деген сенімділік – ол да байлық. Грецияға барғанда ең бір рахаттанатын жер ол Сунион деген мүйіс. Онда Посейдонның ақ мәрмәрден жасалған керемет ғибадатханасы бар. Сол жерде мен өзімнің гидіммен көп әңгімелестім. Ол маған өз өмірі туралы баяндады. Ол Афинаның ең кедей ауданында дүниеге келген. Жастайынан толық құқықты емес екенін сезінген. Грецияның тарихи жерлерін аралау үшін туристер гидтерді жалдайды. Бір күні ол ата-анасына сол гид қыздар сияқты әдемі, ақылды болғысы келетінін айтты. Олар оған күліп, жоғары білімге тек байлар қол жеткізе алады деді. Бірақ ол өз арманына сенімді болды.
Өскенде орта мектепте оқыды. Мектеп директорынан археолог бола алам ба деп сұрады. Ол былай деп жауап берді: «Я, егер өзіңе сенімді болсаң. Ол үшін Құдаймен бірге мен оған жетемін деп сенуің керек». Осы сөздерді мен әрқашан ойыма сақтадым. Мен қазір археология факультетінің 3-ші курсында оқимын. 2 жылдан кейін диплом аламын. Бұл қыздың өз күшіне сенімділігі оның арманының орындалуына көмектесті. Оған ақша, жігер, өмірге құштарлық берді. Археолог боламын деген ой оның санасына әбден сіңді. Содан кейін санасының астыңғы қабатының арқасында ол ой Құдай жолымен орындалды. Даналық сіздің ішіңізде. Европада саяхаттап жүргенімде мен оңтүстік Африкадан Кейптаун қаласынан келген көрнекті бизнесменмен таныстым. Ол маған осыдан бірнеше жыл бұрын күйреуге ұшырағанын айтты. Себебі біреулердің бизнесті қай жерден ашу керек екенін берген ақыл кеңесін тыңдады. Не сатып алып, істі қалай жүргізу керек екенін. Барлық қателігімнің себебі, дейді ол, басқалардың кеңесін тыңдаудан болды. Өзінің ақылына сенімсіздікпен қарауынан, әйелі оған Құдайға деген сенімін арттыру қажет деп кеңес берді. Ол Библия алынған сөздерді қағаз басып берді. Егер сол сөздердің мағынасынан терең түсініп ойына сақтаса, сонда ғана табысты болады. Табыстың көзі болған мына сөздер: Құдай өзінің байлығына сәйкес сіздің мұқтаждығыңызды толтырады. Содан бастап ол шексіз интеллектке сүйеніп, әр проблема Құдай жолымен шешілетінін сезінді. Себебі Құдай оның ішінде шақырған даусына жауап береді. Енді ол әртүрлі жағдайларға, проблемаларға басқаша қарайтын болды. Әрбір қиындықты, әрбір проблема шешілетініне сенді. Кез келген тығырықтан шығуға болатынына ол сенді. Жолында кездескен қиындықты жеңгенде ол қатты қуанатын. Ол ішіндегі терең ойды тапты. Енді ол әртүрлі жағдайлардың құрбаны емес. Қазір ол керемет табысқа жетті. 100 адамдарға жұмыс берді. Өзінің табысынан ол әртүрлі қайырымдылық ұйымдарға, оқу орындарына көмектеседі. Сіз жеңіске жете аласыз. Германияда, Франкфуртта мен тоқтаған қонақ үйде бір жас дәрігермен таныстым. Ол әңгімесінде колледжде оқып жүргенде оқудың шығынын төлеу үшін жұмыс істегенін айтты. Оқуды бітіргеннен кейін ол ойлана бастады. Менің ақшам жоқ. Жұмысқа қажет бөлмені Тәуір ауданынан жалдай алмаймын. Оның үстіне кабинетке қажет құрал-саймандарды сатып ала алмаймын. Медициналық психологияны оқығанына байланысты ол әрине түсінетін, мұндай ойлар оның санасына кері әсер ететінін. Сол себепті ол санасына позитивті ойларды кіргізді, бұрынғы жағымсыз ойлардың орнына. Енді ол әрқашан өзінің тамаша кабинетте отырғанын, жаңа құрал-сайманмен жабдықталғандығын көз алдына келтіретін. Шексіз интеллект сананың астыңғы қабаты арқылы осының бәрін Құдай жолымен орындайтынына кәміл сенді. Біраздан кейін оның уақытша офисіне, әкесінің үйіне бір жас әйел звондады. Ол қатты ауырып тұрғанын айтты. Сөзіне қарағанда, бұл соқыр ішек, аппендицит екенін дәрігер бірден аңғарып, оны емханаға барып операция жасады. Бәрі сәтті болды. Әйел жазылды. Ақырында олар бір-бірін жақсы көрді. Ол әйел бұл жігітке жаңа офис әперді, қымбат Rolls-Royce машинасын сыйлады. Оны Англиядан той болатын күні арнайы әкелді. Бұл қалыңдығының әкесі керемет бай адам екен. Ол күйеу баласына ең соңғы медициналық техникасын алып берді. Сіз кез келген сыртқы жағдайдың құрбаны емессіз. Өзіңізді соған сендірмесеңіз, сіздің ішіңіздегі Құдайдың даналығына жол беріңіз. Сонда сіздің өміріңіздің қаржылық жағдайы тамаша өзгереді. Сізге қажетті жаңағы жас дәрігер сияқты өзіңіздің ішкі күшіңізге сенуіңіз керек. Құдай сіздің ішіңізде, соған қарамастан дүние жүзінде миллиондаған адамдар ауру, қайыршы, жеңілген, себебі олар бойындағы ішіндегі Алланың күшін сезінбейді.
Адамның қай жерде тұрғаны оның денсаулығына, табысына, байлығына ешбір қатысы жоқ. Байлықты, табысты жасайтын сіз өзіңіз. Құдай біздің тілегіміз арқылы тілдеседі. Жаңа жұмысыңызды Құдайға сенімділікпен бастаңыз. Сонда ол сізді жеңіске, табысқа әкеледі. Шаруаның басы мен аяғы бір тұтас. Ирландияда Килларней қаласында мен жас музыкант қыздың арфада ойнағанын тыңдадым. Менімен бірге қарындасым барды. Ол Англияда тұрады. Француз, латын тілдерінен, математикадан сабақ береді. Бұл мен естіген ең ғажап музыка, деді ол. Ол керемет арфистка. Біз жас музыкант қызды өзімізге шақырып әңгімелестік. Ол былай деді: ойнар алдында мен әрқашан мына дұғаны ішімнен оқимын. Алла тағала, ұлы музыкант, ол менің қолдарыммен ойнап жатыр. Мен оның қызметшісімін. Мен ол үшін ойнаймын. Ал ол өзінің әнін мен арқылы ойнайды. Мен осылай бастаймын. Өмірдің заңы бойынша әр нәрсенің басы мен аяғы бір тұтас. Мен Құдайды мадақтаудан бастаймын, нәтижесінде маған шабыт беріледі. Аллаға лайықты ойнау үшін. Тараудың қысқаша мазмұны: Құдаймен серіктес болыңыз, сонда сіз бай боласыз. Сіз өзіңіздің сәттілігіңізбен бөлісуіңізге болады. Өз санаңыздың астыңғы қабатында керемет күш пен ақылдылықты табыңыз. Сонда барлық шаруаларыңыз табысты болады. Есіңізде болсын, сіздің сеніміңіз, ақыл-ойдың заңын түсінгеніңіз сізге денсаулық, табыс, байлық әкеледі. Даналық сіздің ішіңізде. Сіздің санаңыздың астыңғы қабатындағы шексіз интеллект барлық қаржылық проблемаларыңызды шешіп, дұрыс жауап береді. Кез келген проблема Құдай жолымен шешіледі. Сыртқы жағдайлар мен оқиғалар жасаушы күш емес. Жасаушы күш сіздің ойыңызда, сөзіңізде, айналаңыздағы адамдардың жалған болжамында емес. Өмірдің заңы бойынша әр нәрсенің басы мен аяғы бір тұтас. Жаңа істі жігермен, табандылықпен, сеніммен бастаңыз. Сонда нәтижесі де сондай табысты болады. Ішіңіздегі Алланың күшіне сеніңіз. Сонда керемет нәтижеге жетесіз. Егер жазба сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Махаббатпен, Перизат Султан.